көреді ғой мен. Боташ Диана Исмайловаға үйленгім келеді. Ол айтты ғой өткенде айтты ғой, өнерпаз бір әнші болса, актер болса, соған тұрмысқа шығамын. Өйткені ол мені түсінеді. Өнер адам болғаннан кейін сахнаға шығып, мен өнерсіз өмірімді сұрамаймын. Мен өнерсіз өзімді елестете алмаймын. Бір егер сіздің болашақ жарыңыз өлең айтпайсың, сахнаға шықпайсың, үйде отырасың десе, қалай қарайсыз деп айтты ғой. Сол кезде бүйтіп қатырып күлді ғой. Енді мен білмеймін. Диана Исмайловаға мен үйленем. Өйткені ол өнерпазда, әншіда мен Диана, жаным, Диана, Құдай бере саған, Дианам. Мен түсінемін ғой, мұражай білем ғой, түсінемін ғой. Боташ, көтің қышы, Боташ. Қызғанбашы мені, Боташ! Өлтірем сен қызғансаң. Үйленсем қалай өресің, Боташ жақын ғой. Боташ, Диана Исмайловаға. Ол айтты ғой, ол мен сияқты жігітті іздеп жүр ғой. Мен композитормын. Құдайға, Аллах, көк аспанда Алла тұр, пайғамбар тұр. Мен өнер адамын ғой, зайбал. Ән шығарамын, композитормын, ақынмын. Өзім шешесіген халықтың алдында жүрмін. Мен түсінемін ғой, Диана Исмайлованың. Диана менікі бош, Исмайлова Диана. Мен сені сүйем. Сен етің тірі, түрің де әдемі. Аллаға шүкір, ол жағы да бар. Дауысың да әдемі. Керемет қыздың да. Менікі әйелім бош. Бош мен әйелім, келіншегім бош. Түсінемін, өзі түсінемін. Биді түсінемін ғой мен. Сен әндеріңді бәрін мен шап беремін. Өзім өлеңдерімнің сөзін жазып беремін. Мен пиздец композитор, ақын, Мұрат Әбділдан мен. Өнер түсінемін. Сахнаға шықсаң шыға бер. Мақұл. Плак. Түрсікпен шықсаң да түсінемін. Өйткені өнер адам ғой мен. Хайп жинау үшін сахнаға тіпті түрсікпен шықсаң да үндемеймін. Мысалы, юбканың шеті ашылып, сарыңмен шықсаң да. Өйткені өнер адам ғой мен түсінемін ғой. Өнер түсінемін, сахнаны түсінемін, киноны түсінемін. Мен білемін ғой, өнер адам Құдай ақы. Шыға бер. Түрсікпен шықмаған десең, Диана Исмайлова. Мен сен түсінемін. Маған тиіш, күйеуге тиіш. Өнер адам түсінетін деген адамға тием дедің ғой сен өткенде. Тиіші маған. Мен дайын ғой, дайынаған ғой, түсініп тұрмын ғой сенің өміріңді. Түсініп тұрмын ғой кәдімгі. От души мен сенің әндеріңнің бәрін шығарып беремін. Құдай қаласа. Деп айтайын ғой.